Reading for pleasure, a poem. Exercise number 1. Match opposites from 1 to 4 and AD. Then match the adjective to the pictures. Біріншіден 1-ден 4-ке дейінгі сын есімдердің A-дан D-ға дейінгі сын есімдермен сәйкестендіріп, қарама-қарсысын табу керек. Екіншіден, осы 8 сын есімді астындағы суреттермен тағы да сәйкестендіру керек болады. Қарама-қарсы сөздер табатын болса, happy – бақытты, sad – бақытсыз, көңілсіз, good – жақсы, bad – жаман, sloppy writing – ұқыпсыз жазу, neat – ұқыпты жазу, quiet – тыныш, noisy – шулы. Енді сын есімдерді суреттермен сәйкестендірсек, happy – E, good, C, sloppy writing, F, quiet, G, noisy, H, bad, B, neat writing, A, sad, D. Екінші жаттығуда өлеңнің бос орындарын толықтыру керек болады. Біріншісінде good, екіншісінде quiet, 3, noisy, 4, sad, 5, happy, 6, sloppy, 7, neat. Үшінші жаттығуда жаңағы өлеңді оқу керек болады, ал төртінші жаттығуда жаңылпаштарды оқиық. Number 1. Sloppy, happy, noisy, bad, happy, sloppy, noisy, sad. 2. Good books, bad pens, good books. 3. There are 6 sad, sloppy sisters in the zoo with zebra. 4. There are 10 good black pens on the noisy boys' tables. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.